Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Нұргүл. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте оңай дайындалатын үй жағдайында жұп-жұмсақ, дәмді нанды бірге жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, бірге жасап көрсеңіздер болады. Ең әуелі таза ыдысымызға 1 кесе жылы суымызды құямыз. Үстінен 1 шай қасық тұз салып, жақсылап ерігенше араластырып аламыз. Сонан соң 1 шай қасық құрғақ ашытқы салып, араластырып, үстінен шамамен 2 ас қасықтай сұйық май құйып араластырамыз. Ұнды міндетті түрде алдын ала електен өткізіп дайындап, массамызға салып, қамыр илейтін боламыз. Ұнды бірте-бірте қосамыз. Сонан соң 1 ас қасықтай майды қамырымыздың үстіне құйып, жақсылап июі қанғанша, жып-жылтыр бір тегіс қамыр шыққанша жақсылап басып илейміз. Міне бізде қамыр дайын болды. Өте жұмсақ, қолға жабыспайтын жып-жылтыр қамыр шығады. Енді бетін жауып, 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Міне қамырымыз ашып дайын болды. Теңдей 4 бөлікке бөлеміз. Осы құраммен менде 4 нан шықты. Сіздер көбейтіп немесе азайтып жасасаңыздар болады. Қамырларымызды дөңгелектеп табамызға жайғастырып қоямыз да, бетін жауып 10 минутқа қойып қоямыз. Міне қамырымыз көтерілді. Енді ортасын тура видеодағыдай қолымызға май жаға отырып, тек ортасын ғана басып шығамыз. Сонан соң шанышқының көмегімен ұрғылап шықтым. Сонан соң нанымыздың бетіне жұмыртқаны жағып, сәндік үшін күнжіт сеуіп қойдым. Және қызып тұрған табада ең жоғарғы градуста беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің нандарымыз дайын болды. Байқағандарыңыздай қып-қызыл, өте жұп-жұмсақ, дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Достар, егер видео пайдалы болған болса, арнама тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта түрлі пайдалы, дәмді, оңай жасалатын рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Ас болсын!